Достар, сіздермен бірге Асқар. Бүгін біз 2013 жылы шыққан Гүлдер фильмі жайлы айтатын боламыз. Жас жазушы жігіт қайтыс болған бай директорды аза тұтуға залға келеді. Оның келген себебі бай директордың өмірбаянын білу еді. Залда оның өмірінің соңғы сәттеріне дейін бірге болған үй қызметшісі Йонхва болатын. Директор өлгеннен кейін барлық дүние мүлкін көмекші қыздың атына аударған болады. Оны естіген жазушы жігіт директордың жақын дұрыс танымайтын қызметші қызға қалай дүние мүлкінің барлығын бергеніне күмәнданады. Қызметші қызға барлығын түсіндіруді талап етеді. Қызметші қыз осыдан бірнеше апта бұрын ауру қарт директор Чон Собоның үйіне көшіп келген болатын. Алғашқы кезде директор жас қызға қаталдау және дөрекі болды. Директор оның үйінде тұратын болғандықтан оған үйіндегі жағдайлар мен өзінің жүрек талмасына ұшырап қалатынын ескертті. Бірақтан Йонхванның сол үйден барар баспанасы болмады. Сондықтан жас қыз өзінің жұмысынан бұрын оған үйдің жұмыстарын бірінші болып атқаратынына сөз береді. Бірінші түскі асты қызметші қыз бастығына дайындап берген болатын. Бірақтан оның жасаған түскі асы директордың көңілінен шықпай тамақты еденге тастап жібереді. Қызметші қыз бастығына массаж да жасайтын, бірақ оның жасаған массажы директорды тітіркендіріп жіберетін. Директорға төсекті дұрыс жайып бермегендіктен қызметші қыздың жалқауланғанын көріп, оның бетіне су шашып жібереді. Директор онымен әлі де дөрекі қатал болғанын тоқтатпады. Бірақтан қызметші қыз бастығына қамқорлық жасауын тоқтатпай, соңғы уақыттары оған көңіл бөліп, оның ауруына шыдайтын. Директор Чон Сок үйде барлық нәрсе айнадай таза екенін көріп, қызметші қызбенен бірге көптен көріспеген достарымен ресторанға жиналады. Сол ресторандағы бір қонақ Йонхванға ән айтуға өтініш жасайды. Йонхван сахнада тұрып қонақтарға керемет әсерлі ән шырқап береді. Мейрамханадағы кештен кейін директор Чон Сок қызметші қызға ол әнді қайдан білесің деп сұрайды. Қызметші қыз оған үйлену тойымды осы әнді күйеуіме айтқанмын, бірақтан ол қазір күйеуім өмірімде жоқ деп жауап береді. Мейрамханадан кейін қарияда жүрек талмасы ауруы басталады, бірақ директор ол ауруын қызметшісіне білдірмейді. Ол қызметшісіне оған костюмін үтіктеп, дайындап беруін өтінеді. Қызметші қыз бастығының костюмын жақсылап үтіктеп береді. Бастығы көмекші қызға фотоательге барып оған суретін алып келуін өтінеді. Бастығы қызметші қызға өтінгендей оған фотоательге суретті алып келуге кетеді. Фотоательге қызға бастығының аза тұтуға арналған суретін береді. Суретті берген сәтте бастығы өзіне қол жұмсайтынын іштей сезіп, үйіне тездетіп барады. Және қыз үйге бірнеше минут кешіккен жағдайда бастығы өзіне қол жұмсайтын еді. Қызметші қыз бастығының асылып қалайын деп тұрған жерінен аяғынан ұстап құтқарып қалады. Арада біраз уақыт өтеді. Қыз қарияға күтім жасауын тоқтатпайды. Ақырындап бастығы да қызға жылы қарым-қатынас жасай бастайды. Қарияның дәрігерге барып қаралатын күні де келеді. Дәрігер қарияға оның ісігінің өсуінің тоқтағанын хабарлап, оған 6 ай емес 6 жылға дейін оның тірі жүретіндігін жеткізеді. Қария осы жаңалыққа қуанып ресторанға барып қуанышын тойлайды. Бірақтан тағы да өзі тыйым салынған ішімдіктер мен зиянды нәрселерді қолдана бастайды. Қарияның тағы да жүрек талмасы ұстай бастайды, бірақ ол ауруын білдірмей, жас қызға өзін көңілді әрі жас қылып көрсетеді. Машинада бастығы оның қолын ұстағанда қыз қолын тартып алады. Осы жайттан кейін бастығы оған бұлай жасағанын ыңғайсыз екенін байқайды. Бастығы тағы да мүмкіндікті жібермей, оған арам оймен жабысып кетеді. Бірақ қызметші қыз оған қарсыласып, екеуі еденге құлап түседі. Қария мен оған қалайда жетемін деп ойлайды. Жас жазушы директордың үйіне тағы да келіп, қызметші қыздан бай директордың ана дүниеге тез асыққанын сұрайды. Қызметші қыз болса жазушыға тағамдар дайындап, дастарханға сусындар қойып, директордың өткен оқиғалары жайлы айта бастайды. Қызметші қыз жазушыға бастығымен төсекте бірге жақындасудан қалай бас тартқанын және оған әрмен қарай қамқорлық жасағанын айтады. Әдетте бір күні бастығының жүрек талмасы ұстап қалғанын және оған дәрі беріп, оны кеуде үстімен сусындатқанын, қызметші қыз өзінің уақытын үнемдеу үшін онымен бірге шомылатынын айтады. Олар жуынудан кейін бірге теледидар қарап отырады. Бастығы осыны пайдаланып, қызметші қыздың аяғынан сипалай бастайды. Бұл жағдайды көргеннен кейін дереу басқа бөлмеге кетіп, бастығын бөлмеде жалғыз қалдырады. Қыз бастығын осы жолы бөлмеде жалғыз жатқызады және өзі басқа бөлмеде ұйықтайды. Түн батады. Жазушы жігіт марқұм директордың үйінде түнейді. Түннің бір сәтінде қызметші қыз жуыну бөлмеде үсті су болып бастығын еске алып жылап отырады. Оны жазушы жігіт келіп, сен кәрі директорға күтіп жасағанды кінәлі емессің деп жұбатып құшақтайды. Артынша қызметші қыз жазушы жігітпен бірге шарап ішіп төсекте қарым-қатынаста болады.
Одан кейін көмекші қыз жазушыға оған директордың баласы ғашық болғанын және қызға үйленгісі келгенін, бірақ оның әкесі оны байқап қойып, жігіттің ізіне адам салдырып, жігітті өз орнынан қойып тастайды. Сосын қызды директордың қызметшісі ретінде жұмысқа орналастырады. Директор оған соңғы уақыттары жылы қабақ танытып, мейірімділігін көрсетіп, қызға деген махаббаты ашыла бастайды. Бастығы оған баласының бұзақылықпен айналысып, сені де жаман жолға алып кетеді деп өзінің қасына алғанын айтады. Көмекші қыз болса бастығына күн сайын шөптен қайнатылған сусындарды береді. Ол сусын қарияның денсаулығына оң әсерін бере бастайды. Көмекші қыз сусынды түнгі есік деп атап кетеді. Бір күні қызметші қыз ұйықтап жатқанда бастығы оның саусағына жүзікті тағады. Бастығы қызметшісіне оған ғашық екенін жасырмай айта бастайды. Тіпті оның кезекті жүрек талмасы ұстап дәретханаға құсып жатса да жас қызға ашық сезімін білдіреді. Және қызметші қызға мен оған барлық жағдайыңды жасап жатырмын, тек қана маған махаббатпен көңіл бөлсең болғаны деп қатты айғайлап айтады. Ал қызметші қыз болса өз міндеті бойынша қарияның денсаулығына күтім жасайтыны және өз міндетін ауыртпайтын. Бастығы оған соңғы рет өзімен жуынуын және костюмін үтіктеп беруін өтінеді. Осыдан кейін қызметші қыз бастығының өз-өзіне қол жұмсайтынын сезеді. Қызметші қыз темір жол вокзалына келіп жүріп келе жатқан тепловоздың астына түсуді ойлайды. Және қыз өзінің соңғы қадамын жасайын деп жатқанда бастығы оның қолынан ұстап құшақтап алады. Себебі бастығы қызметшісіне өзінің кесірінен өлгенін қаламады. Осымен Гүлдер фильмі аяқталады. Құрметті көрермендер, кинодағы істі қайталаушы болмаңыздар. Бұл жай ғана кино екенін есте сақтаймыз. Сіздермен бірге болған Асқар, каналға жазылып, лайк басып бөлісіп, және де менің басқа видеоларымды тамашалаңыздар. Сау болыңыздар.